жалпы көп нәрсені түсіне бермейміз ғой, көп нәрсені саналы түрде ұғына бермейміз, көп нәрсеге сауатымыз жетпейді. Бірақ біз білмейтін махинациялар өте көп екен да. Біздің әлі санамыз өсек пен төсекте ғой. Мысалы, бұрын қор дүрілдеп жұмыс істеп тұрған кезде бүйтеді 3-4 компания маған шығады да. Қайырымдылық қорға 50 миллион аударады екен. Сөйтіп оның 5 миллион маған қалдырады екен да. 45 миллион мен наличка шешіп беру керек екен, олардың қолдарына беру керек екен. Олар өз тарапынан налог төлемеу үшін сондай қайырымдылық қорға көмектестік, мұқтаж жандарға көмектестік дейді екен да. Мысалы, оны мен сол адам айтқан кезде бірақ біліп отырмын да. Оказывается, қазір көп қорлар сондай мемлекеттік болсын, жеке болсын, осындай кәсіппен айналысатындармен сөйтіп отмывка денег жасайды екен да. Мысалы, сол білесіздер ме сіздер? Білмейсіздер мысалы. Құдайға шүкір. Сол сияқты білмейтін нәрсеміз көп қой. Көзіміз ашық, көкірегіміз ояу адамбыз ғой, иә. Алдыңғы бір рилстарында бұл кісі, білмеймін, тиктокта әйтеуір маған шығады андасында. Тикток өзінікі ма, өзінікі емес па, әйтеуір өзі айтып жатыр. Үкімет жынды емес, үкімет бәрімізді қадағалап отыр, барлығымызды тексеріп отыр, ешкімді алдап жүрген жоқ деді. Сөйтіп келіп, енді мынандай айтып жатыр. Негізі адам андай өтірік демей ақ қойыншы. Когда попа горит дейді ғой, грубо говоря, өзі не айтып не қойғанын білмей қалады. Мына вариантты да көреді, мына вариантты да көреді, барлығын айтып көреді ғой енді халыққа, енді жақсы көріну үшін. Одан бөлек мен айтайын дегенім мынандай да, білмеймін, менде ғана сондай ма, или сіздерде де сондай ма? Бір чөлка болады адамды, или біреу сіздердің беттеріңізге қарап, өтірік күліп, бетіп, ой, қалайсың, мә, осы сен күштісің, анау-мынау деп өтірік комплимент айтып, болмаса бір өтірік әңгіме айтып тұрған кезде түріне қарайсың да, күлесің да, бірақ сезіп тұрсың да, өтірік екенінші. Енді доказательство ештеңкең жоқ, просто сезесің да, өтірік айтып тұрған. Бұл алдыңғы видеоларында сөйлеген кезде бүйтіп нық-нық сөйлеп, бүйтіп күшті-күшті сөйлейді да, айтып тастайды. И сеніп қаласың да, мына видеода бүйтіп андай, білмеймін, өтірік секілді маған. Сіздерге қалай? Ырысбала Икрамбайды тексеріп жатыр дейді. Кеше тиктоктың барлығы шулап, рас өтірігін білмеймін, рас болса өте дұрыс жасаған. Тек қана Ырысбала Икрамбайды емес, бүкіл коуч-мотиватор, қайырымды жандардың барлығын тексеру керек. Енді логиканы қоспай тұрып, мен сіздерге бір логичный нәрсе айтамын. Оны қоспай тұрып, бір жаңалық айта кетейін. Алдыңғы айлар ма білмеймін, мен Руслан Өтепбайдың каналын көремін және де парақшасын қараймын. Сол жерге мынандай шықты. Бір кісінің жүк көлігі жанып кетіпті. Сонымен елден ақша сұрайды, ол тиктокқа салып. 3 күнде 20 миллион жинап береді біздің қайырымды қазақ халқы. Енді оның алдыңғы апталарда барлығымыз шулап жатқан жұбайлар, аттары есімде жоқ. Солар баламның ауруына деп қанша миллион жинады деп ойлайсыздар? Миллион емес, 1 миллиардтан астам ақша. Сіздер көздеріңізге елестете аласыздар ма? 1 миллиард ақшаны, 1 миллиард теңгені. Мен елестетем айтайын. Шынымды айтайын, ондай ақша көрген емес. Енді бағанағы мен айтқан логиканы қосыңыздар. Ешкім танымайтын жүргізуші, ешкім танымайды ол жүргізушіні. Тиктокқа шығады да әшейін. Халқы маған көмектесіңіздер, осындай жүк тасымалдайтын машинам жанып кетті дейді. 3 күнде 20 миллион жинап береді. Мен танымаймын. Көп адам танымайды ол кісіні. Енді ешкім танымайтын, ешкім білмейтін жаңағы жұбайлар 1 миллиард теңге жинайды. Ол жұбайларды осы дау шыққаннан кейін ғана біз таныдық. Әйтпесе оны ешкім танымайды оларды. Енді жаңағы мен айтқан логиканы қосамыз, ешқандай математиканың ештеңенің керегі жоқ. Бүкіл Қазақстан демесем де, Қазақстанның тең жартысы оңтүстік өңірдің көбі қолдайтын Ырысбала 3 күнде 20 миллион жинайды деп ойлайсыздар ма? 20 миллион жинайды деп ойлайсыздар ма сіздер? Мен де салғам соларға ақшаны. Ол жерде ешқандай қайырымдылық қордың шоты болған жоқ. Кәдімгі Каспий голдпен, переводпен жібере салдық барлығымыз, иә. Енді кезінде халқым қолдаңдар мені, ырысты армиям, менің халқым қайырымды жандар деп жылы сөйлеп, өткір сөйлеп барлығымыздан ақшаны жинады. Енді халық болып, әй, отчетін берсеш, көрейік та не болып жатыр? Мынау қай жақтан келіп жатқан саған байлық басыңнан топ ете қалды? Не болып кетті? Екінші перизат болып кеттің ба? Деген кезде халыққа не деп жатыр? Иттер үре береді, керуен көшеді дейді. Халық ит болып қалыпты. Ит болып қалыпты, өсек іздейтін, көшеде жүрген біреулер болып қалыпты. Ол кісі бизнес леди екен, сендер не білесіңдер?
сондай болыпты. Енді мен былай ойлаймын, халық ақшаны жинап берді ма, халық сені көтерді ма, сұрауын да басқасын да отчетін да сұраса халыққа жауап беру керек деп ойлаймын. Сіздер қалай ойлайсыздар?